Сәлем достар, бүгін сіздермен біз осындай қуырылған пирожки жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Балдарыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге жарты кружка сүт қажет болады. 1 шай қасық тұз, ас қасықпен қант қажет болады, және жарты кесе су қажет болады. 3-4 ас қасық май құямыз, осылай, және де 1 ас қасық қаймақ салып, барлығын араластыратын боламыз. Бір шай қасық дрожжымыз салып, артынан керегенше ұнымыз салып, жаймен салып отырамыз. Қамырымыз қатты болып қалмау керек. Сосын қатты жұмсақ болмау керек. Қамырымыз орташа деңгейде осылай қамыр етіп илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды 1-1,5 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Ашып шығатын болады. Қамырымыз ашайым дегенше ішіндегі начинкасын жасаймыз. Картошкамызды қайнатып, қуырылған жуамен араластыратын болсақ, начинка дәмді шығады. Осылайша ашыған қамырымызды өзіңізге ыңғайлы бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мен шағын етіп жасадым. Жегіңе де ыңғайлы болсын деп. Осылайша қамырымыз домалақ етіп алып, жайып шығатын боламыз. Барлығын қамырымыз қатты қалың болып кетпеуі қажет, себебі арасы піспей қалады майға. Сондықтан қатты жұп-жұқа емес, қатты қалың емес, орта деңгейде жайып шығатын боламыз. Жайылған қамырымызға начинкамыз салып шығамыз. Сосын осылайша бүріп шығамыз, түйіп шығамыз. Өзіңізге ыңғайлы түйсеңіз болады. Мен осылай қарапайым, өте жеңіл түрде түйіп шықтым. Осылайша түйілген пирожкилерімізді қысып тұрған майға салып пісіріп алатын боламыз.
Мінекей пирожкилеріміз дайын. Мен рецебімен жасайтын болсаңыздар, осылайша пирожкилеріңіз қып-қызыл әп-әдемі болып шығатын болады. Міндетті түрде мен рецебімен жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.